Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы пайдалы өсімдіктер. Мақсаты өсімдіктің пайдасы туралы ертегі оқу, санды ретімен айтуды және жазуды үйрену. Сегодня мы будем говорить о полезных растениях. Будете читать рассказ о пользе растений. Научитесь произносить и писать цифры по порядку. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен таныс болыңдар. Сексеуіл, саксаул, жусан, полынь, қоға, рогоз, алабота, лебеда. Это, дети, растения. Келесі ертегіні бірге оқимыз. Ертеде бір жас патша болыпты. Ол өсімдіктердің пайдасы жайлы көп ойлайды екен. Бірде ол шаһар айналасындағы пайдасыз өсімдіктерді жою керек. Маған ең жаман өсімдіктерді алып келіңдер деп тапсырма береді. Уәзірлер патшаға қоға, сексеуіл, жусан, алаботаны алып келеді. Оларды базарға апарып өте төмен бағамен сатыңдар дейді. Түстен кейін патша базарға барса, ешқандай өсімдік қалмапты. Ең бірінші сексеуіл таусылыпты. Оны көп сатып алған адам сексеуілді мен отын қыламын депті. Екінші қоға таусылыпты. Оны көп сатып алған адам мен қоғадан арқан, жіп есемін, ыдыс та тоқимын депті. Үшінші жусан таусылған. Оны да сатып алған адам былай депті. Жусан өте пайдалы өсімдік. Ішің ауырса, жусанды қайнат та суын іш. Жусанның қайнаған суына жіп бояймын. Төртінші алабота таусылыпты. Мұны көп сатып алған адам мен алаботадан сабын, дәрі жасаймын депті. Ақылды патша әр өсімдіктің пайдасы бар екенін түсініпті. Сөйтіп, жаман өсімдік іздеуді тоқтатыпты. Енді мәтін бойынша тапсырма орындаймыз. Үш бағанда берілген мәліметтерді сәйкестендіріп оқы. Сопоставьте информацию, указанную в 3 столбцах, то есть по данному тексту. Өте тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі ережеге назар аударайық. Обратите внимание на данную таблицу. Перед вами сан есімдер, имена числительные. Бірінші, есептік сан есім – это количественное числительное, которое обозначает число, количество и порядок предметов и отвечает на вопросы қанша, неше, то есть сколько. Мысалы, 1, 2, 3, 4, ағай солай жалғаса береді. Второй у нас реттік сан есім, порядковое числительное, обозначает порядок при счете предметов и отвечает на вопросы қай, который, нешінші, который по счету. Как же образуется реттік сан есім, то есть порядковое числительное? Образуется от есептік сан есім, количественное числительное, при помощи суффиксов «нш», «нш», если корень оканчивается на гласный. «Нш», «нш», если корень оканчивается на согласный. Келесі тапсырманы орындаңдар. Сан есім түрлерін ажыратып, дұрыс белгіле. Цифры распределите по типам имен числительных. Тамаша оқушылар, өздеріңді тексеріңдер.
Бүгін сабақта өсімдіктің пайдасы туралы ертегі оқыдыңдар. Санды ретімен айтуды және жазуды үйрендіңдер. Енді үйге тапсырма. Мына алдарыңыздағы мақалды толықтырыңдар. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.